Білім ғасырында жас ұрпаққа жаңаша білім беру, табысқа жетудің жолын көрсету бүгінгі мектеп басшысы мен мұғалімге қойылып отырған заман талабы. Тәуелсіз еліміздің алдында тұрған басты міндеттердің бірі білімді де білікті ұрпақ тәрбиелеу екені анық. Мен 26 жыл үздіксіз білім саласында еңбек ету барысында қоғамымыздағы осы жылдар ішіндегі білім жүйесіндегі жаңалықтар мен өзгерістердің куәсі болып келемін. Менің бойымдағы білімге деген құштарлық пен жақсы ұстаздарымыздың әсері бала кезден осы киелі мамандықты таңдауыма жол салды. Ғылымдардың патшасы саналатын математикаға деген қызығушылық осы пәнді сүю ғана емес, болашағымды айқындауға әсер етті. Еңбек жолымды бастаған 1995 жылдар еліміздегі қиын кезеңдермен тұспа-тұс келді. Мектепке келгенімде мен өзінің мамандығына адал, еліміздің болашағына нық сенімді ұстаздарды көрдім. Тәлім тәрбие алып, ұстаз болуды, ұстаздық жолдағы кездескен қиындықтарға төтеп беруді үйрендім. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады деп Абай атамыз айтқандай, мен өз бойымнан қандай да бір жақсы қасиет көрсем, ол ұстаздарымның еңбегі деп білемін. Тәуелсіздігіміздің тұғырына мінгеніне міне 30 жыл толғалы отыр. Осы жылдар ішіндегі еліміздің әрбір жетістігі мен жеңісіне ұстаздардың да қосқан үлесі айрықша. Білімді де ұлтжанды шәкірт тәрбиелеу арқылы мен де тәуелсіздікте өз үлесімді қосып келемін. Биікке шыққан әрбір шәкіртіммен мақтанамын. Көшбасшылық қасиет менің ойымша әр қазақтың бойында бар қасиет. Басшы болу, болашақтың негізін қалаушы мұғалімге мұғалім болу әрине оңай емес. Білім саласындағы өзгерістер мен жаңалықтарды жатсынбай, тез меңгеріп, өзгенің де өзгеруіне ықпал ете білу үлкен шеберлік пен білімді қажет етеді. 2014-2015 оқу жылында Алматы қаласында педагогикалық шеберлік орталығында мектеп басшыларына арналған деңгейлік бағдарламалар негізінде 9 айлық курстан өтіп, білімімді жетілдірдім. Жаңа технология әдістерін меңгеру мен үйрету мақсатында мен ұжымдағы педагогтардың да деңгейлік курстардан өтуіне ықпал жасадым. Себебі бүгінгі қазақстандық мектептерге қоғамның қарқынды дамуына ілесе алатын, заман талабына сай ойлайтын, ғылыми әдістемелік білімі жеткілікті, педагогика мен психологияны терең меңгерген ізденімпаз мұғалім қажет. Осы орайда бүгінгі күні мектебімізде 16 педагог шебер, 26 педагог зерттеуші, 51 педагог сарапшы және 49 педагог модератор еңбек етуде. Басқаларды үйрете жүріп біз өзіміз үйренеміз деген Сенека сөзін үнемі басшылыққа ала отырып, мұғалімдердің өз әлеуетін толық жүзеге асыруларына көмектесу үшін, олардың қажеттіліктерін білу, мұғалімдер арасында кәсіби өзара құрмет таныту, жағымды ахуал қалыптастыруға ұмтылу арқылы мектеп педагогтарын аттестациялаудың жаңа форматының жүзеге асуына мектеп басшысы ретінде өз үлесімді қоса алдым деп ойлаймын. Мені үнемі заманауи мектеп басшысы қандай болу керек деген сұрақ мазалайды. Заманауи басшы әлемдегі әрбір өзгерісті ұғына білетін, жан-жақты жаһандану кезеңінде шәкірттерін жүйелі жетістіктер мен жемісті жеңістерге жетелей білетін жан болуы керек. Болашақ ұрпағымыз табысты болуы үшін білімнің маңыздылығын жете түсінуі керек. Білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді деген сөздер менің кәсіби кредома айналған. Еліміздің әрбір азаматы табысты болса деген ой жүрек түкпіріндегі үлкен армандарымның бірі. Көргенді көшбасшының бойындағы тұлғалық қасиеттер табысты менеджер болудың алғашқы баспалдағы болатыны белгілі. Көшбасшы өзінің бойындағы ұстамдық, адамгершілік қасиеттер мен кәсіби шеберлігінің арқасында мықты маман, үздік ұжым құра алады. Көшбасшы алыс болашақты болжай алып, дұрыс бағыт-бағдар беретін жан болса, ал менеджер тез шешім қабылдап, нақты жол сілтейтін қасиетке ие адам. Заманауи басшыға көшбасшылық қасиет пен менеджерлікті қатар алып жүру қажет. Назарбаев зияткерлік мектептерінің педагогикалық тәжірибесін табысты таратуға және танытуға, жалпы орта білім беретін ұйымдардың жағдайына тәжірибені бейімдеуге арналған алаң ретінде біздің мектеп-гимназия жетекші мектеп болып белгіленген. Серіктес мектептер арасындағы байланысты нығайту мақсатында кәсіби қоғамдастық құрылды. Жұмысымызды жүйелі жүргізу мен серіктес мектептердің ұстаздарынан сауалнамалар алынып, жұмыс жоспары құрылды. Тәжірибелі педагогтарымыз өз тәжірибелерімен бөлісіп, сабақтар, коучинг, тренингтер өткізді. Серіктес мектептермен жұмыс істеу барысында біз мынадай екі бағытта жұмыс жүргізу қажеттігін түсіндік. Бірінші, серіктес мектептердегі Назарбаев зияткерлік мектептерінің озық тәжірибелерін тарату іс-шараларын ұйымдастыру. Екінші, жетекші мектеп пен серіктес мектептердің арасында жеке пәндер бойынша мұғалімдердің қоғамдастығын құрып, тәжірибе алмасу жұмыстарын жетілдіру.
Өткен оқу жылынан бері серіктес мектептер арасында өткен іс-шаралар бүгінде өз нәтижесін беруде. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатысымен, оның мұғалімдігі де жойылады деген Ушинскийдің сөзін әр мұғалім үнемі жадында сақтау керек деп ойлаймын. Мен үшін табыс формуласы ұстаздың біліктілігі, шәкірттің білімділігі мен ата-ананың сенімділігі. Ұстаздар қауымы үшін тәрбие мен білім беруде болашағымызға бағдар беретін, ұлы мақсаттарға жетелейтін мәңгілік ел идеясы құндылықтарын баса назарда ұстау маңызды. Мен ұрпағымыздың тәуелсіз Қазақстанның көгінде қыран болып самғағанын қалаймын. Рухы биік халықтың іргесі берік болады.